Саламатсыздар балалар. Бүгін сендер квадрат үш мүше ұғымымен танысасыздар, және осы квадрат үш мүшенің толық квадратын айыру немесе толық квадратын бөлу әрекетімен танысатын боласыңдар. Енді қараңдар балалар, егер бізде ax квадрат плюс bx плюс c тең 0 десе, сендер бұның квадрат теңдеудің жалпы түрі екенін білесіңдер. Егер осы жердегі тең 0 деген алып тастайтын болсақ, жазбайтын болсақ, ax квадрат плюс bx плюс c деп жазатын болсақ, бұл квадрат үш мүше болады. Түсінікті? Сонда квадрат теңдеу мен квадрат үш мүшенің айырмашылығы тек қана неде болып тұр? Мынада болып тұр ғой. Мынау бар болса, теңі бар, онда бұл теңдеу болады. Неде теңі жоқ, бұл не болады? Квадрат үш мүше болады. Квадрат себебі мұнда квадрат бар, үш мүше себебі мұнда үш мүше бар. Иә? 7-ші сыныптан білесіңдер ғой. Енді осы квадрат үш мүшенің не екенін білсеңдер, түсінсеңдер деп ойлаймын. Осы квадрат үш мүшенің толық квадратын бөліп алу немесе толық квадратын айыру деген әрекетпен таныстырайын сендерді. Кеттік. Енді өте қарапайым бір мысал алайық. Бірінші мысал. X квадрат плюс 6x минус 4 деген тең. Осының толық квадратын бөліп алуымыз керек. Ол үшін бізге мынада қысқаша көбейту формуласы керек. А квадрат плюс 2ab плюс b квадрат деген формуланы білесіңдер ғой. Ол неге тең? А плюс b-ның квадратына тең. Егер мына жерде минус тұратын болса, мына жерде не болады? Минус болады. Иә? Енді кеттік. Біздегі мақсат мына жердегі мына бір бөлігін, квадрат үш мүшенің мына бір бөлігін мынаған келтіру ғой. Сонда бірінші x квадрат жаза беремін, себебі бұл а квадраттың орнында x квадрат тұр деп ойлаймыз. А-ның орнында не тұр? X тұр. Квадраттың орнында квадрат. Ары қосу ма? Қосу. Енді ары формула бойынша 2 сосын а жазылу керек. 2-ні жазамыз. А-ның орнында не тұр? X тұр ғой. Сол үшін x жазамын. Көбейту енді b-ны жазуымыз керек, бірақ b-ны мен ауадан алмаймын. Мен мына жерден қайтадан 6x шығатындай қылып жазуым керек. 6x шығу үшін маған мұнда 3-ті жазу керек. Сонда мына x квадрат плюс 6x, x квадрат плюс 6x. Ештеңе өзгерген жоқ. Енді бірақ неге мен бұлай жаздым? Себебі бұл жерден мен b-ны тауып алдым ғой. b-ны тауып алдым. Енді қараңдаршы, a квадрат плюс 2ab, енді плюс b квадрат жазуым керек. Сол үшін елге плюс осы b-ның 3-тің квадратын жазамын. Бұны мен ойдан өзім жаздым. Ештеңе өзгермес үшін, теңнен кейін ештеңе өзгермес үшін осыны қайтадан азайтып жүремін. Түсінікті? Ештеңе өзгерген жоқ. Қосым азайтып тастадым. Дым өзгерген жоқ. Сосын арғы не бар тағы да? Минус 4 бар. Минус 4 жазамын. Тең. Енді мына жердегі мына өрнек формулаға салынады. Мына формулаға а квадрат плюс 2ab плюс b квадрат. Салынған кезде ол неге тең болады? А плюс b-ның квадраты, яғни x плюс 3-тің квадраты. Арғы минус 3-тің квадраты қаншаға тең? 9-ға тең. Оның алдында минус бар. Минус 9, минус 4. Ол неге тең? Минус 13-ке тең. Сонда мен мына квадрат үш мүшенің толық квадратын, мынау толық квадрат деп аталады. Толық квадратын не істеп алдым? Бөліп алдым. Түсінікті? Осы жасаған әрекетіміз квадрат үш мүшенің толық квадратын бөліп алу деп аталады. Немесе толық квадратын айыру деп аталады. Түсінікті? Кеттік ары. Енді бұдан да күрделірек мысал келтірейік. Мынау бізде келтірілген ғой, а неге тең? 1-ге тең болып тұр. Енді а бірден басқа санға тең болатын болса, қалай істейміз? Екінші мысал. Екінші мысал осындай. Бұл жерде не істейміз? Бұл жерде мына коэффициентті 3-ті жақшан сыртына шығарамыз. Мынаны түрлендіреміз ғой балалар. Мынау өзімен өзі тұра береді, оған теспейміз. Соңынан жаза саламыз мынау сияқты қылып. Кеттік. 3-ті жақшан сыртына шығарамын. Мына жерде сол кезде ішінде не қалады? Мына жерде x квадрат қалады. Сосын минус 2x қалмай ма? Мынаның орнында. Егер жақшаны ашатын болсақ, қайта мынау шығады ғой. 3-ті x квадратқа көйтсек 3x квадрат, 3-ті минус 2-ге көйтсек минус 6, сосын x. Арғы несі бар? Плюс 4 бар. Тең. Енді мен не істеуім керек? Мына жақшаның ішіндегі өрнекті қысқаша көбейту формуласына келтіруім керек. Тең. 3 тұра береді. Жақшаның ол әрекеттің барлығы мына жақшаның ішінде болады. Жақшаның сыртына әзірге теспейміз. x квадрат формуладағы a квадраттың орнында тұрған сияқты. Минус 2
2а, иә, а квадрат минус 2а. Енді 2х жазылып тұр ғой, болды ғой. Енді сонда мен б-ны жазым керек, бірақ б мынаны өзгертпеу үшін ол қанша болады? 1 болады. Түсінікті? Сонда x квадрат минус 2x, x квадрат минус 2x-ны өзгерген жоқ. Бірақ мына жерден біз нені біліп алдық? b-ның неге тең екенін біліп алдық. Мына формуладағы b-ның неге тең екенін біліп алдық. А квадрат плюс а квадрат минус 2аб, а квадрат минус 2аб. Көрдіңдер ма? Онда мен плюс b-ның квадратын жазуым керек. Ештеңе өзгермес үшін қайттан осыны азайтып тастауым керек. Жақша жабылды. Сыртында плюс 4 тұр. Тең. Енді қайттан сарымен бояп қойын сендерге түсінікті болу үшін. Мынаны қысқаша көбейту формуласын саламыз. Ал мынау артық болып қалды ғой. Бұны жақшаның сыртына шығарамыз. Шығарайық десек, сыртында бізде 3 күт тұр. Сол себепті бұны 3-ке көбейтіп шығаруымыз керек жақшаның сыртына. Түсінікті? Тең 3x квадрат минус 2 көбейтілген x көбейтілген 1 плюс 1-дің квадраты. Иә, мына жазып қойдым ғой. Ал мынау бөтенді біз сыртына шығарып жібереміз. Қалай шығарамыз? 3-ке көбейтіп шығарамыз. 1-дің квадраты 1-ге тең, алдында минус бар, бұл минус 1. Минус 1-ді 3-ке көбейтсек, минус 3 болып шығады. Плюс несі бар, неде? 4 бар. Тең 3 тұра береді. Ал мынаны қайттан қысқаша көбейту формуласынан салған кезде бұл неге тең болады? А минус қой береді. А минус b-ның несіне? Квадратына тең болады. Мына сарының орнына не жазылды? Мынау жазылды ғой, балалар. Ары қарай минус 3 пен 4-ті қосатын болсақ, не шығады? Плюс 1 шығады. Болды, балалар. Мына квадрат 3 мүшенің біз несідік? Мына бір сарымен жазылған толық квадратын бөліп алдық. Енді тағы бір күрделі мысал, сонымен сабақ аяқталады. Так, үшінші мысал. Бұл жерде қайттан, иә, балалар, толық квадратын бөліп алуымыз керек, толық квадратын айыруымыз керек. Ол үшін мынаны түрлендіреміз, мынаған тиіспейміз. Бұл жерде жақшаға x квадратының алдындағы коэффициент шығу керек, жақшаның сыртына. Негізі 4 шықты. Жақша x квадрат жазылады, себебі 4 пен x квадрат көйтсек, 4x квадрат қайтан шығады ғой. Енді нерден жақшаның сыртына 4 шыққандықтан мен 7 деген сан 4-ке бөлінбейді ғой. Мысалы 8 болса 4 шықты, 2 қалды деп айтатын едік. Ал енді 7 2-ке бөлінбегендіктен бөлінеді ғой, енді бірақ бүтін әдемі сан шықпайды. Сол себепті мен былай істеймін. 7 бөлінген 4 деп жаза саламын. 7-ні 4-ке бөліп жаза саламын. Сосын x жазамын. Міне. Неге? Себебі қазір жақшаны ашқан кезде мына екеуін көбейтсек, мынау шығады. Мынаны мынаған көбейткен кезде 4 пен 4 қысқарады да, минус 7x қайттан шығады ғой. Түсінікті? Сосын ары қарай жақшаның сыртында несі бар? Минус 3 бар. Тең. Енді жақшаның ішін біз қысқаша көбейту формуласына келтіреміз. Сыртындағыларға тиіспейміз деп айтты. А квадрат минус 2а көбейтілген b болу керек. Енді b-ны жазған кезде қайттан маған мынау шығу керек қой. Бұл шығу үшін бөліміндегі 4-ті мына 2-ке көбейтіп жіберем, не болады? 8 болады, қалған 7-сін жазсам. Енді мына екеуін мынаның бәрін көбейтсек қайттан мынау шықпай ма? Неге? Себебі 2 мен 8 қысқарады. Мұнда 4 болады, сонда 4-тен 7 x шықпай ма? Енді бұл жерде мен не түсінім? А квадрат минус 2а b-ның 8-ден 7-ге тең екенін түсінім. Енді маған формула бойынша плюс b-ның несі керек? Квадраты керек. Енді бұл мен ауадан алып қосқандықтан ештеңе өзгермес үшін осыны қайттан несемін? Азайтып тастаймын. Міне. Енді барып мына жақша неседі жерде жабылады. Минус 3 бар. Тең. Ал енді қазір сарымен бояп қояйын. Мына сарымен боялған нәрсе не болады? Неге келеді? Қысқаша көбейту формуласына келеді. Тең 4. Ал мына не істейміз айтпақшы, бұл бөтенді. Жақшаның сыртынан шығарып жібереміз. Ол жерден жай шықпайды, 4-ке көбейтіліп барып шығады. Жақшаны жаптым. Мынаны шығаруым керек. 8-ден 7-нің квадраты неге тең? 64-тен 49-ға тең ғой. 64-тен 49-ды 4-ке көбейтемін. Минус қой айтпақшы, минус. Минусты плюсқа көбейтсе минус болады ғой. Сонда жақшаның сыртына ол минус 4 көбейтілген 64-тен 49 болып шығады. Минус 3. Тең. Тең. Енді мынау қысқаша көбейту формуласына салған кезде неге тең болады? А квадрат минус 2аб плюс b квадрат қой. А минус
b бізде 8-7-ге тең, a минус b-ның квадратына тең. Мынаның бәрінің орнына мынау жазылды. Ары қарай мына жерде 64 пен 4 қысқарады. 64-4-ке бөлетін болсақ 16 болады ғой. Иә, сонда 16-дан 49 минус 16-дан ойбай, не жазып кеттім мен? 16-дан 49 минус 3 тең 4 көбейтілген x минус 8-ден 7 квадрат минус мынау бізде 3 бүтін 16-тан 1 болады минус 3 тең 4 x минус 8-ден 7 квадрат. Мұна екен қоссақ минус 6 бүтін 16-тан 1 болады. Болды, бітті. Мына о баста берілген ойбай. Мына квадрат үшмішенің біз толық квадратын бөліп алдық. Сонымен болар, бүгінгі сабақ аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңа рахмет. Түсінбесеңдер, кері айналдырып, паузаға қойып, қайта қарап, түсініп алыңдар енді.